Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұғындардың көрші мемлекеттерімен қарым-қатынастары. Сабағымыздың мақсаты Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтау болатын. Ұғындардың тұрақты мекен-жайларында жүргізілген зерттеу жұмыстарының барысында көптеген мәліметтер жиналған. Ұғындар Байкал көлінен Тибет тауына дейінгі, Шығыс Түркістаннан Хуанхэ өзеніне дейінгі аймақты мекендеген, және ұғындар көршілес үйсіндер мен қаңлылармен шектескен. Ұғындар бірлестігіне шыққан тегі әртүрлі тайпалар мен этникалық саяси құрылымдар кірген. Ұғындар мемлекеті әскери жүйе бойынша құрылып, сол, орталық, оң қанатқа бөлінген. Мемлекеттің Шанюйден кейінгі басты тұлғалары Түмен басы деп аталатын бекзадалар болды. Бұлар Шанюйдың ұлдары, інілері, немесе жақын туысқандары еді. Олар 24 руды басқарған. 24 Түмен басын Шанюй тағайындаған. Олардың әр қайсында 10 мыңнан атты әскер болған. Түмен басы, 1000 басы, 100 басы және 10 басын тағайындай алды. Қытай жылнамаларында айтылғандай, біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Қытайдың солтүстігінде Байкалдан Ордосқа дейінгі аралықты мекендеген.